Ассалаумағалейкум жігіттер, сәлем қыздар. Бүгін сіздерге гантельмен бицепсті қалай шынықтыру керек екенін үйретемін. Оның бірінші үш түрлі тәсілі бар. Бірінші тәсілі барлығы білетін как обычный тәсіл. Осы екі гантельді ұстап аласыздар дағы. Былайынан 1, 2, 3, 4 деп көкірегіңізге қарай тигізіп көтересіздер. Бұны жалпы 30 рет істейсіздер, сонда әр қолға 15 реттен тиеді. Күніне 3 рет, 3 мәрте азында түсте кешке, болмаса азында кешке түнде жатар орнынан бір сағат алдын істесеңіздер болады. Және де оның екінші тәсілі гантельдерді тіке көтересіздер. 1, 2, 3, осылай 15 рет кете бересіздер. Оны істеген кезде былай қозғамайсыздар. Қолдарыңыздың шынтақтарыңызды ғана былай көтересіздер да. Көрдім? 1, 2. Бұлай качать етуге болмайды. Оның үшінші тәсілін істеу үшін бізге міндетті түрде орындық керек. Орындыққа отырасыздар. Дәл осылай отырасыздар да, мына тізеге шынтақты қатты тигізіп, былай қарай көкірекке қарай көтеріп көкірекке жай тигізесіздер. Гантель көкірекпен иықтың ортасына, мойынның ортасына бұғанаға тию керек. Міндетті түрде 1, 2, 3, 4, 5. Келесі видеоларда трицепсті, иықты, мойынды, көкіректі қалай жаттықтыру керек, шынықтыру керек екенін үйретемін. Менің гантельдерім үлкен болып көрінгенмен, бұл гантельдер небәрі 10 килодан. Әрқайсысы бұны мен Каспий магазинінен алдым. Каспий магазинге кіріп, гантель штанга десеңіздер, 2 в 1 десеңіздер, тура осы гантельді алуларыңызға болады. Менікі 10 килограмм, 20 килограмм. Менің гантельдерім небәрі 8,5 немесе 9 мың теңгеге алғам. Келуімен 9 мың теңге болды деймін. Сіздермен болған мен әнші Ақан Сазгер, фитнес тренер және жай ғана красавчик Елнұр Әлімбай QBA.